Сәлем достар, менің есімім Мирхан. Бұл Жусан Инвесттің қаржы сауаттылығы жайлы 1+1 подкасты. Жобамыздың аты айтып тұрғандай, бұл жерде біз ең алдымен қаржы сауаттылығы туралы және алдағы уақытта өтетін Эйр Астана IPO туралы айтамыз. Инвестор болудың қыр-сырын толығымен ашуға шамамыз жетпесе де, инвестиция әліппесімен таныстыруға тырысамыз. Достар, кез келген нәрсе көпшіліктің қолдауына зәру секілді, біздің подкастымызға да патша көңіліңізбен қолдау көрсетуіңізді сұраймыз. Ал біз үшін ең жақсы қолдау осы подкаст сілтемесін жақындарыңызға жіберіп, лайк басып, коммент жазу. Сонымен, бұл Жусан Инвесттің 1+1 подкасты. Біз бастаймыз. Ертеде ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Стоп. Бұл қазақ радиосындағы кешкі 22:00-де шығатын ертегілер сериясына ұқсап кетті. Бірақ бүгінгі айтатын тақырыбымыз, яғни инвестицияда сонау көне заманнан келе жатқан шаруалардың бірі. Өйткені адамдар қашанда қолындағы ақшасын пайдалы жерге құйып, сол арқылы қосымша табыс табуға тырысады. Мысалы, бәріміз білетін Вавилондағы ең бай адам кітабындағы басты кейіпкер Аркадтың кеңестеріне назар аударсақ, бүгінгі күннің Уоррен Баффетін көруге болады. Егер Аркад қазіргі уақытта өмір сүрсе, Уоррен Баффет немесе Рэй Далио секілді әдемі костюм киіп, қалай тиімді инвестиция жасауға болатыны туралы пайдалы кітаптар жазатын еді. Аркад бізге қандай насихат қалдырды? Аркадқа құлақ түрейік. 1. Айлық табыстың бір бөлігін үнемі өзіңе қалдырып отыр. 2. Шығындарды бақылауды баста. Ақша орынсыз жұмсалмау керек. 3. Ақша бос жатпай, табыс әкелу керек. 4. Ақшаны сақтандыру қажет. Яғни алаяқтармен бірге жұмыс істемей, сенімді жерге ақша сал. 5. Болашақты да ойлаңыз. Қазір емес, келешекте де табыс әкелетін жерге ақша құю керек. 6. Ақша табуға көмектесетін дағдыларды жетілдір. Яғни білім ал. 7. Интернетте көп отырма. 8. Kanye West емес, Тейлор Свифтті тыңда. Стоп. 7-ші және 8-ші кеңес, яғни интернетте көп отырма, Kanye West емес, Тейлор Свифтті тыңда сияқты кеңестердің барлығы бұл Аркадтық емес, бұл біздің Жусан Инвест маркетинг командасының директоры Жәнібектің кеңесі. Жәнібек, сәлем. Жарайды, ары қарай жалғастырайық. Яғни, егер қазақ тіліндегі ең қарапайым сөздерді бір жерге жинап, одан инвестиция деген сөзді түсіндір деген тапсырма түссе, былай деп айтуға болатын еді. Болашақта табыс алу мақсатында бір жерге ақша салуды инвестиция деп атайды. Мысалы, сіз болашақта ағылшын тілін үйреніп, әлемді саяхаттап, жоғары жалақы алуды қаласаңыз, расымен де ағылшын тілін білетіндер көбірек жалақы алатын сияқты. Ағылшын тілін үйренуге ақша шығарасыз. Бұл да инвестиция. Егер сіз құрылыс компанияларынан арзан бағаға үй сатып алып, ол дайын болғанда қымбаттау бағамен сатуды ойласаңыз, бұл да инвестиция. Егер сіз осы подкастты тыңдау үшін басқа жұмыстарыңызды ысырып қойып, уақыт бөлсеңіз, бұл да инвестиция. Себебі осы подкасттан соң сіздің қаржылай сауаттылығыңыз артып, ақшаңызды орынсыз жұмсауды доғарып, пайдалы жерге ақша салуды ойластыруыңыз мүмкін. Енді қор нарығындағы инвестиция туралы айтып көрейік. Мысалы, сізде $1000 бар делік. $1000 жұмсаудың түрлі жолдары бар. Маған сенсеңіз, мен 1 сағаттың ішінде жұмсап беремін егер қаласаңыз. Бірақ соның ішінде табыс табуға болатын бірнеше жақтарын қарастырып көрейік. Мысалы, уақыт машинасының пассажиріне айналып 1994 жылға қайтсаңыз, қолыңыздағы $1000 S&P 500 деген әлемдегі ең танымал индекстердің біріне салдыңыз делік. Оның жылдық кірісі орташа есеппен 7% деп алсақ, және 1994 жылы сіз индекске $1000 құйғаныңызда, $1000 2024 жылы $20,000 айналатын еді. Сондай-ақ, оған қоса ай сайын тағы $100 салып отырғаныңызда, бүгін сіздің шотыңызда $250,000 қаржы жетуші еді. Oh my god! Достар, осымен сіз инвестиция және қаржы жүйесі қалай жұмыс істейтінін түсініп алдыңыз деп үміттенемін. Және біз әр подкастымызда, яғни біз алдағы уақытта күн сайын подкаст шығарып тұруға тырысамыз. Мүмкін аптасына 2-3 рет оны алдағы уақытта шешіп жатамыз. Бірақ біз әр подкастымыз сайын сіздерге қаржы саласы туралы өте пайдалы және табыс әкелетін кітаптар туралы да кеңес береміз. Бүгінгі алғашқы ұсынатын кітабымыздың аты «Тиыннан теңге құралатын бала» деп аталады. Бұл кітапты Жусан Инвесттің қолдауымен, яғни біздің қолдауымен Step and World баспасы қазақ тіліне аударып басып шығарды. Кітап жайлы айтатын болсам, балаңыз болашақта миллионер немесе қаржылай сауатты болғанын қаласаңыз, қазірден бастап пайдалы кітаптар арқылы білім беру керек. Тиыннан теңге құрайтын бала кітабы баланы қаржы әлемімен таныстырады. Авторы Рон Либер ұзақ жылдар бойы бала мен қаржы қатынасын зерттеп,
жүрген талантты журналистердің бірі. Бюджет жасау, ақша басқарумен шектелмей, балаға қоғамдық жауапкершілік пен қайырымдылықты да ескере отырып, тәрбие беру ісіне көңіл бөледі. Кітап балаларға ақшаны тек сақтап және инвестициялау жолдарын үйретумен қатар, мұқтаж жандарға да көмектесуге шақырады. Ал балалардан бөлек ата-аналарға не береді? Бұл кітапты баласы қаржылай сауатты болғанын қалайтын кез келген ата-анаға да қажетті кеңестер берілген. Мысалы, кітаптың ішінде бала мен ақша жайлы сөйлесу қажет атты бөлімінде ата-аналарды өзіне көп пайдалы дүниелер табады. Енді сізде сұрақ пайда болған шығар, бұл кітапты қайдан сатып алсам болады деген. Бұл кітапты ең алдымен Step and World баспасынан тікелей алуға болады, және Jusa Invest компаниясының әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылып, сол жерде түрлі конкурстарға қатысып, сол конкурстарда жеңімпаз болсаңыз, сіздерге осы кітаптарды жеткізіп береміз. Достар, бүгінгі подкастымызды қорытындылайтын болсақ, оны былай деп айтуға болады. Инвестиция ақша құнсызданып кетуден сақтайды әрі қосымша табыс әкеледі. Сонымен қатар, қор нарығындағы қауіптер туралы да ұмытпаған жөн. Jusa Investте брокерлік шот ашып, инвестиция әлеміндегі қадамыңызды бүгіннен бастаңыз. Жуық арада өтетін IPO туралы да алдағы уақытта толығымен айтып түсіндіреміз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Мейірхан. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің нөмірі 3223916 лицензиясы 2506-2021 жыл.